Зікір деген еске алу деген мағынаны білдіреді. Енді зікірге байланысты Құран кәрімде не деген? Алла Тағала не дейді? Ей иманға келгендер, Алланы көп-көп еске алыңдар дейді. Көп-көп зікір етіңдер дейді. Алланы зікір етумен, Алланы еске алумен жүректер тыныштық табады дейді. Енді зікірдің енді қай кезде айтылуы абзал? Енді 5 уақыт намаздан кейін айтылатын зікірлер бар. Ал одан бөлек таңғы және кешке зікірлер деген бар. Таңғы деп атқанымыз таң сәріде айтылатын зікір. Яғни таң атар атпас, таң атуға таң намазына жақын қалған кездегі «Вабил асхари хум ястағфирун» деген Құранда аят бар. Яғни сахар уақыты деп атқанымыз сол сәресі уақытында Алладан кешірім сұрап истиғфар айту өте абзал. Алла Тағала соларды мақтайды. Енді Алла Тағаладан кешірім сұраған сайын, Алла Тағала кешірім сұраушы кісінің бүкіл бар ниеттері қаласа, ішке өзінің жан дүниесіне қандай бір нәрсе ниет болса, айтылған нәрсесі ол бола береді екен. Енді ол неге көбірек зікір ету керек десе, соның бір пайдасын алу үшін сол уақыттарда зікір етсе, соның пайдасын көреді екен.